Сәлем, 6 сыныптың математикасы 953 есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты мынадай. X-ның қандай мәндерінде мына берілген бөлшектері дұрыс бөлшек болады дейді. Бұл есепті шығармас бұрын ең алдымен біз дұрыс бөлшек дегеніміз не, соны еске түсіріп алайық. Мысалы, мына жерге жазайық. 2-ден 1, 3-тен 2 деген сияқты. Немесе 16-тан 3 деген сияқты. Енді қараңыздар, бұл жерде мынаның барлығы 2-ден 1, 3-тен 2, 16-тан 3 деген олар бізде дұрыс бөлшектер. Яғни бөлімдері үлкен, алымынан үлкен болып тұр. Постоянно бізде не болады? Бірден кіші сандар болады. Сол үшін мына берілген бөлшектің бәрін біз бірден кіші деп алған жағдайда ғана бізде дұрыс бөлшек болады екен. Түсінікті, Енді осындай бәрін бірден кіші деп аламыздағына x-тің мәнін тапсақ жеткілікті екен бізде. Ал кеттік, біріншісі. 9 қосу 2x бөлімінде 5 кіші бірден деп аламыз. Ортақ бөлімге келтіреміз, сонда мына жаққа 1-ден, мына жаққа 5-тен береміз да, бөлімін тастап кете салуға болады. Сонда 9 қосу 2x кіші 5-тен. X-терді қалдырамыз 2x деп, 5 азайту 9, 2x кіші 5-тен 9-ды азайтсақ минус 4, x кіші болады минус 2-ден. Мына, оп-оңай есеп, екіншісінде 10 азайту 3x бөлу 4-ті кіші 1-ден деп аламыз. Екі жақ бөлігіне ортақ көбейткіш 4-тен беретін болсақ, онда толықтауыш көбейткіш 1-ге тең болады. Көбейтетін болсақ 10 азайту 3x кіші 4-тен. Минус 3x-ті қалдырамыз. 4-тен 10-ды азайтамыз. Яғни мына плюс 10 дегенді минус 10 деп өткізіп аламыз. Сонда минус 3x кіші болады. 4-тен 10-ды азайтсақ минус 6. X үлкен болады. Не үшін үлкен? Себебі біз x-тің алдындағы мына санымыз бізде не болып тұр? Теріс сан болып тұр. X-тің коэффициенті теріс сан болған кезде міндетті түрде мына теңсіздік белгісі өзгереді. Минус 6-ны минус 3-ке бөлеміз 2 болады. Келесі. 5x азайту 13 бөлімінде 2x азайту 1 кіші 1-ден. Мына жаққа 2x азайту 1-ден береміз, мына жаққа 1-ден береміз. Ары қарай көбейтейік. 5x азайту 13 кіші 2x минус 1-ден. 5x азайту 2x кіші минус 1 плюс 13 деп өткіземіз. 5-тен 2-ні азайтатын болсақ 3 болады. Минус 1-ге 13-ті қоссақ 12 болады. X кіші 4-тен деген жауапты аламыз. Келесі. 2x плюс 5 бөлімінде x қосу 6 кіші болу керек 1-ден. Мына жаққа x қосу 6-тан береміз. Ары қарай 2x плюс 5 кіші болу керек x плюс 6-дан. Сонда 2x азайту x 6 азайту 5. Мына жерде плюс 5-ті минус 5 деп өткіземіз. 2x-тен 1x-ті азайтсақ 1x қалады. Кіші 6 мен 5-тің азайтатын болсақ бізде 1 қалады. Вот міне оп-оңай есеп. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз бірден. Онлайн дайындық курстары бойынша мына WhatsApp номерге жазсаңыздар болады, жауап беремін. Ал енді екіншісі. Екіншісінде былай дейді, x-тің қандай мәндерінде мына берілген бөлшектері бұрыс бөлшек болады дейді. Бұрыс бөлшек дегеніміз ол қандай? Мысалы, 6-дан 7 десек бұрыс бөлшек болады. Бұл дегеніміз бірден үлкен, Одан кейін, мысалы, 5-тен 5 десек те бұл да бұрыс бөлшек болады. Бұл не? Ол 1-ге тең. Осы сияқты бөлшектер бұрыс бөлшектер деп аталады. Енді біз нені ұқтық? Мына жерде берілген бөлшектеріміз 1-ден үлкен болу керек, немесе 1-ге тең болу керек деген мағынаны түсінуге болады осы жерден. Енді мына берілген бөлшектердің барлығын, бірінші көрсетейік, 2 азайту x бөлімінде 3-ті үлкен немесе тең 1-ден деп аламыз. Міне. Қатаң емес теңсіздік белгісін қолданамыз. Ары қарай 3-тен беретін болсақ, сонда 2 азайту x үлкен немесе тең болу керек 3-тен. Минус x үлкен болу керек, 3-тен 2-ні азайтсақ 1 болады. X-тің алдында теріс таңба болған үшін теңсіздік белгісі өзгереді. Түсінікті? Келесі, 3x қосу 7 бөлімінде 10 үлкен немесе тең болу керек 1-ден. 10-нан беретін болсақ, 3x плюс 7 үлкен немесе тең 10-нан. 3x-ті қалдырамыз, үлкен немесе тең, плюс 7-ні минус деп өткізетін болсақ, 10-нан 7-ні азайтып 3 деп жазамыз. Ары қарай x үлкен немесе тең болады, 3-ті 3-ке бөлеміз 1 болады. Келесі. 5 азайту 2x, 2 азайту 3x, үлкен немесе тең 1-ден. Мына жаққа 2 азайту 3x-тен береміз. Ары қарай бөлімін тастауға болады. 5 азайту 2x, үлкен немесе тең 2 азайту 3x-тен. Минус 2x плюс 3x, үлкен немесе тең 2 азайту 5-тен. Минус 2 плюс 3 болады, плюс 1, 2-ден 5 азайтсақ, минус 3. Ең соңғысы 7x минус 8 бөлімінде 2x плюс 7 үлкен немесе тең 1-ден. Мына жаққа 2x плюс 7-тен береміз. Ары қарай 7x минус 8 үлкен немесе тең болады 2x плюс 7-ден. Сонда 7x азайту 2x үлкен немесе тең 7-ні қалдырамыз. Сонда минус 8 дегенді плюс 8 деп өткізіп аламыз. 7-тен 2-ні азайтсақ 5x болады. 7 мен 8-дің қосындысы 15 болады.
x табу үшін 15-ті 5-ке бөле саламыз. Сонда x үлкен 3-тен деген жауапты алады екенбіз. Осы 953-ші есеп барлығына түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, бірден комментарийге қалдырамыз. Егер түсінікті болса, оны да комментарийге қалдырып отырыңыздар, мен қуанып қалайын. 954-ші есепте теңсіздікті шешіңдер дейді. Ал кеттік, біріншісі. 2 3x плюс 1 азайту x кіші немесе тең болу керек 3x қосу 4-тен. Енді бұл жерде ең алдымен бірінші қадамымыз біз жақшаларды ашып алуымыз керек. 2 мен 3x-тің көбейтіндісі 6x, 2 мен плюс 1-ді көбейтсек плюс 2. Азайту x-тің өзін жазам. 3 пен x-тің көбейтіндісі 3x, 3 пен плюс 4-тің көбейтіндісі плюс 12. Таңбасымен айтып үйренейік, алдында таңы үшін, сол кезде шатаспаймыз. Енді ықшамдаймыз ары қарай. 6x-тен x-ті азайтсақ 5x болады, плюс 2. Мына жақта 3x плюс 12. Енді x-терді бір жаққа жинақтаймыз. 5x азайту 3x. Мына жерде 12 қалды. Мына жерде плюс 2-ні минус 2 деп өткіземіз. 5-тен 3-ті азайтсақ 2x қалады. 12-ден 2-ні азайтсақ 10 қалады. x кіші немесе тең, 10-ды 2-ге бөлеміз 5. Оп-оңай есеп. Келесі екіншісі. 7x плюс 4, x азайту 2, үлкен 6, 1 қосу 3x. Жақшаны ашып аламыз. 7x плюс 4-ті x-ға көбейтсек плюс 4x болады. Плюс 4-ті минус 2-ге көбейтсек минус 8 болады. 6 мен 1-дің көбейтіндісі 6, 6 мен плюс 3x-тің көбейтіндісі плюс 18. Ықшамдап аламыз. 7x мен 4x-тің қосындысы 11x болады, минус 8. Үлкен 6 плюс 18x бәрін өзін жаздым. Ары қарай x-терді бір жаққа жинақтаймын. 11x. Мына плюс 18-ім минус 18x болады. 6-ның өзін жазам. Мына минус 8-ім плюс 8 өтеді. 11-ден 18 азайтсақ минус 7x. 6 мен 8-дің қосындысы 14. x кіші болады минус 2. Не үшін өзгеріп кетті? Өте дұрыс. Мына x-тің алдындағы теріс сан болғаны үшін. Түсінікті, иә? Ары қарай жалғастырамыз. Үшіншісі. 2x азайту 1 азайту 3x плюс 2 кіші 6 1 плюс x-тен. 2 мен x-ті көбейтеміз 2x, 2 мен минус 1-ді көбейтсек минус 2. Минус 3 пен x-тің көбейтіндісі минус 3x, минус 3-ті плюс 2-ге көбейтсек минус 6. Вот осы жерде таңбадан шатаспайық. 6 мен 1-дің көбейтіндісі 6, 6 мен плюс x-тің көбейтіндісі плюс 6x. Ары қарай 2 минус 3 болады, минус x болады, минус 2 минус 6 минус 8 береді. Ары қарай 6 плюс 6x. x-тер жинақтаймыз. Минус x минус 6x, 6 плюс 8. Минус 1 минус 6 минус 7x береді. 6 мен 8-дің қосындысы 14 береді. Сонда x үлкен болады минус 2-ден. Есеп түсінікті болса, видеоны паузаға басып тұрайық та, өзіміз 4-5-6-ны орындап көріңіздер. Түсінбей қалсаңыздар, сол кезде видеоны қайтадан жалғастырып қарауларыңызға болады. Бірақ көшірмейміз. Келесі төртіншісі. 7y плюс 3 азайту 2, y плюс 2, үлкен немесе тең 2, 5y плюс 1-ден. Жақшаны ашамыз. 7 мен y-тің көбейтіндісі 7y, 7-ні плюс 3-ге көбейтсек плюс 21, минус 2 мен y-ті көбейтсек минус 2y, минус 2-ні плюс 2-ге көбейтсек минус 4. 2 мен 5y 10y-ті береді, 2 мен плюс 1 бізде плюс 2 береді. 7y-тен 2y-ті азайтамыз 5y, 21 минус 4 минус плюс 17 береді. Ары қарай 10y плюс 2. Y-тер жинақтаймыз. 5y минус 10y, үлкен немесе тең 2 минус 17. 5-тен 10-ды азайтсақ минус 5 болады. 2-ден 17-ні азайтсақ минус 15 болады. Y кіші немесе тең минус 15-ті 5-ке бөлеміз 3. Бесіншісі. 6, 3 қосу 5y, 2 плюс 7y, кіші немесе тең 5, 4 қосу 3y-тен. Жақшаларды ашып шығамыз. 6 мен 3-ті көбейтіндісі 18, 6 мен плюс 5y-ті көбейтсек плюс 30y болады. Ал енді мына жақшаның алдында ешқандай сан жоқ қой, ол жерде жасырын түрде 1 бар деп елестетеміз, яғни минус 1 бар деп елестетеміз. Сонда минус 1-ді 2-ге көбейтсек минус 2 болады, минус 1-ді плюс 7y-ге көбейтсек минус 7y болады. Міне. Осы жерде шатаспайық. 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, 5 пен плюс 3y көбейтсек плюс 15y. 30-дан 7y-ті азайтамыз 23y болады. 18 минус 2 плюс 16 береді. Ары қарай 20 плюс 15y. Енді 23-тен 15-ті азайтамыз. Бұлай жазайын. 23 азайту 15 кіші немесе тең 20 азайту 16. 23-тен 15-ті азайтсақ 8y қалады. Ал мына жақта 4. Сонда y кіші немесе тең 0,5 немесе 2-ден 1 деп жазсақ болады. 4 пен 8-ді қысқартып тастаймыз 4-ке. Түсінікті, келесі 6-шысы. 4 3y азайту 1 минус 3y азайту 1 үлкен 2 3 қосу y-тен. Жақшаны ашамыз. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12y,
4 пен минус 1 минус 4-ті береді. Минус 3-ті y-ке көбейтеміз, минус 3y. Минус 3-ті минус 1-ге көбейтсек, плюс 3-ті береді. Ары қарай 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, плюс 2 мен y-тің көбейтіндісі 2y. 12-ден 3y-ті азайтатын болсақ, 9y, минус 4 плюс 3 минус 1 болады. 6 плюс 2y. Y-тер жинақтаймыз. 9y минус 2y, 6 плюс 1. 9-дан 2-ні азайтсақ 7 қалады. 6 мен 1-дің қосындысы 7 болады. Y үлкен 1-ден деген жауапты аламыз. 953-ші, 954-ші есептер барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Сұрақтар болса комментарийге қалдырып отырамыз. Егер түсінікті болса, оны да жазып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қосымша онлайн дайындық курсы керек болатын болса, осы төмендегі мына WhatsApp номеріне шықсаңыздар болады. Келесі сабақтарда кездескенше.